қанша адам Аллахқа күпір етеді. Күніге күнә жасаймыз. Күнә жасағанымыз сонша, егер сол күнәні сізге басқа біреу жасаса, туған ұлыңыз жасаса, сол ұлыңызды сіз қуып жіберетін едіңіз үйіңізден. Кет ары сен, енді сен менің ұлым емессің деп. Бірақ қандай күнә жасасаңыз да, Аллах сізді, бізді кешіріп несібемізді беруде. Азды көпті несібемізді береді. Бізді күтеді. Қашан осы пендем тәубеге келеді екен? Қашан осы пендем мені Раббым деп көзіне жас алады екен? Маңдайын сәждеге қояды екен? Қашан дейді? Қашан, бауырлар? Қашан жүрегіңізбен Аллахқа жалбарынасыз? Қашан жалғыз отырғанда көзіңізге жас аласыз? Қашан намазыңызды жылап оқиды екенсіз? Басыңызды сәждеге қойғанда Аллахтың сізге ең жақын тұрғанын сезіне аламыз ба екен? Ең жақын кезі сол кез. Сәждеде тұрғанда, рукуғда тұрғанда ең жақын кез. Бірақ оны сезе алмайтын болғаннан кейін мынадай бұл құрғыр қатты жүректі қарасаңшы, көзден де жас келмейді, жүрекке де сезім келмейді. Ал пайғамбарымыз жылайтын намаздарында. Пайғамбарымыз намаздарында жылайтын. Жыламаңыз, бірақ Аллахты сезініңіз еш болмағанда. Ол да жоқ қой. Жүректің қатқанын қарасаңызшы. Жүректің тас болып кеткенін қараңыз.